Болат Бопайұлы құрастырған қазақтың ырым-ғұрыптары. Өлім-жітімге қатысты ырымдар. Адам өлісімен жанында отырған ақсақалдар оған иман тілейді. Көзін, бетін жабады. Үйдің оң жағына қояды. Басын солтүстікке, бетін құбылаға қаратып шалқасынан жатқызады. Үстіндегі киімдерін шешіп алады да, денесін ақ шүберекпен жабады. Олай етпесе, аруақ разы болмайды деп ырым етеді. Қайтыс болған адамның жаназасына шақырып жүрген адам, мейлі жаяу болсын, мейлі көлікпен болсын, хабар айта барған үйіне кірмейді. Далада тұрып шақырады. Егер шөлдесе, сырттан сусын сұрайды. Ол қай үйге кірсе, сол үйде өлім шығады деп ырымдайды. Қамшы сабы сынса, әйел өледі, пышақ сабы сынса, күйеу өледі деп жориды. Өлген адамды жоқтап жылағанда әйел заты шашын жайып жылайды. Онысы ішіндегі шері тарқайды дегені. Қазалы күндері ауыл адамдары, айналасындағылары қызылды жасылды киім кимейді. Әйтеуір жылтыр бұйым тағынбайды. Мұнысы қаралы өлімді құрметтегені. Мәйітті қабіріне салып, басын құбылаға қаратып жатқызады. Жиналған жұрт жан ақымның аузы жабылмай тұрып, бір-бір шымшым топырақ салады. Онысы көптің топырақ бұйырды деп білген ізгі тілегі. Қазақтың кейбір қарттары көзі тірісінде тасы, құмы жоқ, керіс жерді таңдап, өз қабірін қаздырып қояды. Жан ақымын 5 адам олай да бұлай жататын етіп қаздырады. Мұнысы өлгенде көрім кең болсын дегені. Мәйіт жерлеушілер қабір басынан үйге қайтып келісімен беті қолын жуады. Онысы бақи дүниеге аттанған адамды жөнелткен кісілер о дүние есігін көрді, енді жүзін жуып, пәни дүниеге оралды дегені. Өлген адамды көміп болған соң Құран оқиды. Жасы келген адам болса, бейіт басында тәбәрік ретінде жыртыс жыртады. Онысы өлген қарттың жасын берсін, арты той болсын дегені. Пұдияға мал, ақша бергеннен бидай бергенді әбзел санайды. Онысы кейінгі ұрпағы еліндей көгеріп жайқалсын дегені. Өлген кісінің иман кезі 40-на, жылына дейін таза жерде сақталады. Ішіне азын-аулақ дән орап қояды. Марқым жыл айналғанша үйіне дәм-дәм етіп келіп жүреді деп ырымдайды. Ал кейбір жерлерде өлген адамды қабірге қою үшін үйден шығарарда дән түйген ақ орамалды басынан айналдырып алып қалады. Мұнысы марқым үйден дәмін бір жолата үзіп кетсін дегені. Қайтыс болған адамның жамбасы жерге тимей тұрып, туыстарының көп жылауына болмайды. Көп жыласа, көр көзі жасына кетеді. Жылау жылауға жалғасады деп ырымдайды. Мәйітін үйінен шығармай тұрып, қаралы үйге Құран оқымайды. Мұнысы өлім үстіне өлім болады деген ырымы.